Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен Ғаламшар каналы. Бүгін сіздермен біз Wi-Fi жайлы сөйлесетін боламыз. Wi-Fi арқылы қалай сөйлесуге болады? Яғни сіздерде сет болмай қалған кезде біз Wi-Fi арқылы сөйлесетін боламыз. Алдымен мен сіздерге ол парменді көрсетпестен бұрын каналға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сіздерден сұрар едім. Алысымен бастаймыз. Бірінші настройкаға кіремін. Мен сізге кіріп көрсетейін. Алдымен сим-картаға кірем. Активтің ішіне міне тек қана 3 бөлім тұр. Астына тағы бір 4-ші бөлім шығу керек. Вызов Wi-Fi деп. Жоқ онда. Міне теледвада дәл солай. Жоқ, қосымша функция жоқ. Енді сонымен не істейміз? Міне наборға кіреміз. Набордың ішінен былай тереміз. Жұлдызша решетка 86-94-34 решетка решетка және жұлдызшаны басамыз. Жұлдызшаны басқаннан кейін бізде астында мына жерде текст пайда болады. Мінекей. Көріңізге мүмкін, міне басылды. Көрдіңіздер ме? Осында жазу шықты. Бізде уже Wi-Fi визов қосылды демек. Бізде кіріп көрсетейін, міне сим-карта актив, міне көріп тұрғаныңызда қосылды. Вызов через Wi-Fi. Режим сети предпочитает Wi-Fi. Теле2 қалада. Міне қосылды. Қосып қойдым. Демек, қалағанымша, егер посттан өтіп кеткеннен кейін, шекараға жақын жерге барған кезде менде ұстамай қалатын жағдай болатын болса, сет ұстамаса, мен осы Wi-Fi визов арқылы беймәлі қолдануға болады. Сіздер бұмен тек қана вызов қана емес, сонымен өзіміздің сообщение арқылы, мессенджерлер арқылы сообщение жазуларыңызға да болады. Мүмкіндігі зор, өте керемет функция деуге болады. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться жасаңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.